Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермендер, құрметті жүргізушілер. Біздің арнада кезекті түсірілім сервиске келген Ларгус автокөлігі. Бұда келіп тұрған ақаудың себебі бізде сигнал жасамайды. Ларгустарда сигнал қапталдағы осы жерде орналасқан. Осы батырмада сигналымыз. Жалпы Ларгустарда жиі кездесетін жағдай. Кейбір жағдайларда габариттің жағдайында жасайды. Кейбіреуінде бергі орысшалап айтқанда ближний свет дейді ғой, сол жағдайда жасайды. Ал біздікінде мүлдем жасамайды ешқайсысында да. Енді іске кірсек, ашып тексеріп көрейік. Қандай жағдайда тұрғаны ашқасын белгілі болады. Міне сыртқы қорабын шешкеннен кейін бізде жерде екі шуруп тұрады. Осы екі шурупты ағытамыз да, рычаг шығарып аламыз. Міне ағыттық, бисмилля. Міне Аллаға шүкір қолымызға алдық. Және сырт келбетін қарап отырсақ, ешқандай ештеңе білінбейді. Сынған шығып кеткен жерлері жоқ екен. Неде болса ішін ашып қарау керек. Ал ол жұмысымызды лабораторияда жалғастырамыз. Міне достар, құрметті жүргізушілер, бұны қолымызға алғаннан кейін бізге керегі екі контакт. Іштен рычагты өзінің положениесіне қосқан кезде көрінеді. Негізгі сигналды басқан кезде осы екі контакт замыкать етіп, біздің сигналымыз жасау керек. Ашып қолыңызға алғаннан кейін бірінші орында жеңіл жолынан бастаймыз. Ішін қараймыз. Ішінде бұларда әртүрлі жағдай болады. Ішінде екі контакттың біреуінің пайкасы кетіп қалады. Я болмаса ажағында проводтың бірі шеттері үзіліп, тек тиер тиемес болып тұрады. Әлсіз контакт болып. Я болмаса сол секілді бірнеше себептер бар. Басқан кезде қозғалады. Замыкать етеді екеуі. Бізде мына жерде кнопканың ішінде екі контакт бар. Сол басқан кезде, басқанымызда екеуін замыкать етеді. Содан сигналымызға питание барып, сигналымыз жасайды. Ал енді біз қарап отырсақ, барлығы бүтін, пайкелер орында тұр, проводы сау. Неде болса, ішін ашып қарауымыз керек. Түгелде мына жері ашылады, мына жерден ашылады. Екі торцовый болт ашамыз, шурупты. Рычагын шығарып аламыз. Сосын мына жерде контакт тексереміз. Екі шурупымызды ашқаннан кейін, екі фиксация бар. Осы екі фиксацияны көтеріп, бетінде пластмасс алғаннан кейін, рычагымыз шығады. Мұна бізде ближний фардың положениесі, соны өшірілген күйінде ұстаймыз да. Мұна жерден тиянақты көтереміз былай. Бір қолмен қаттырақ қысып, мына қолмен шамалы күш салып көтеруіміз керек болады. Көтергенде де қиғаштап көтеру керек. Себебі мұнда бізде мынандай петля бар. Мына контакт қосатын. Осыны байқау керек. Қатты тек жылдамдығын тартса, бұны сынып кетуіне қауіп бар. Енді қолымызға ашқаннан кейін біз мына контактты, ұзынынан кеткен тягі, мынақта кнопка бар, шеті. Мынадан кеткен тягі. Енді мынадан біз мына бір бұрышына отверткамен шамалы күш салып ашуымыз керек болады. Кнопка басқан кезде
Бұлай ыңғайластырып салып, шамал күш салып сосын жоғары көтереміз. Достар, міне ашылғаннан кейін мына шетіне сақ болу керек, себебі мына кнопка ұшып кетеді. Кейбір уақыттарда ұшып кетеді. Ас ашылғаннан кейін арасында осындай кеңістік пайда болады. Соны тиянақты ашамыз былай. Мына ішінде екі контакт болады, қосатын. Жаңа айтқандағыдай екі контакты замыкать ететін. Петлямыздың шеті. Енді мынаны шығаралымыз дейді. Міне жаңа контакт аздап тазалап жіберетіндей жағдай. Басы да шамалы желінген екен. Желінгесін екеуі бірдей емес. Сонда бір положениеде тиеді, тимейді, қаттырақ басқанда тиеді. Сөйтіп бара-бара ешқандай контакт болмай, сигналымызды жасамай қалады. Мына жерін тазалап, тегістеп, мынандай жағдай болса, біздің мына кнопкамыздың ішінде де қазір бір ақауы бар. Мына кнопкасын ашатын болса, міне екі жерінде басып қараған кезде мына фиксаторы бар. Осы фиксаторын отверткамен кері жүреміз да, сонда аржана шыға салады. Достар, бұндай жұмыстарды өте тиянақты жасау керек. Себебі мына пластиктік материалдардың барлығы өте жұмсақ, әлсіз келеді. Сондықтан сәл артық қимыл болса, сынып кетуіне қауіп бар. Бисмилlah. Міне, осындай жағдайда контактымыз. Мынанда тазалап жіберіп, мына екі контакты пайкамен өсіреміз. Басында тегістейміз. Сонымен иншалла жұмысымыз жақсы нәтижемен бітеді деп ойлаймын. Құрметті достар, мына біздің бейнематериал ұзақ болып кеткендіктен ба, программамыз қатық қалып жөнді монтаждауға мүмкіндік болмай жатыр. Сондықтан бейнематериалымызды бірнеше бөлікке бөлуге тура келіп тұр. Жалғасы келесі материалдарда.